Бесінші модуль бұл сау қарым-қатынасқа бағытталған темалардан тұрады. Енді сау қарым-қатынас дегеніміз не? Сау қарым-қатынас сау психологиясы, сау психикадағы адамдардың ортақ одағы. Біз көбінде ойлаймыз ғой, жарты бүтін, екі жарты бір бүтін болды деп, екі жасты егер үйленетін болса, жарты бүтін, екі жарты бір бүтін болды деп жатады. Негізінде ондай түсінік, бұл қате түсінік, себебі екеуі де жарты емес, жарты бас емес, жарты психика емес, дұрыс дамымаған адам емес, сау, толыққанды жеке тұлға болған абзалырақ. Екеуі бірге бір отау құрады, бір одақ құрады. Екеуінің мақсаттары, армандары бірдей болмаса да, екеуінің құндылықтары бір-біріне ұқсас келеді. Осындай адамдар одақ құрады. Сау қарым-қатынасты сау психикадағы адамдар құрады. Сау психология дегеніміз не ол? Адамның сау психологиясы деген адамның өз-өзіне сенуі, өзінің эмоцияларын түсінуі, қабылдауы, өзінің кемшіліктерін қабылдауы, жауапкершіліктің болуы, есеюдің болуы, өмірлік ұстанымдарының дұрыс бағытта болуы, тұлға ретінде дамуы, интеллектуалды, психикалық, рухани, физикалық дамудың барлығын бірдей қоса алып жүретін адам, өмірлік сферасын баланста дұрыс ұстайтын адам, өз-өзін тастап жібермейтін, стресс болған кезде стресспен ағзасы және өзінің миымен сау түрде күресе алатын адам, конфликттен дұрыс шыға алатын адам, жертваға түспейтін адам, осыны сау психологиядағы адам дейміз. Эмоция жайлы айттым ғой, біз ойлаймыз, үнемі күліп жүретін адамды күшті, психологиясы жақсы адам деп ойлаймыз, керемет адам деп ойлаймыз, жайдары деп. Бірақ та оның ішіндегі жан дүниесін көбінде түсінбей жатамыз. Ал сау психикадағы адам өзінің мұңайған, мұңды күйін, ашулы күйін дұрыс түсінеді. Көп өз сезіміңді өзің ұға алмаған кезде басқаны да ұға алмайсың, және басқа да сені ұға алмайды. Түсініксіз түсініп, оны қабылдаған сәтте сен сау адамға айналасың. Сау самооценкасы бар адамға айналасың. Яғни өзіңді бірінші қабылдадың, түсіндің және жақсы көрдің сол түріңмен, сол күйіңмен жақсы көрдің. Мұңайып тұрсыз ба, оны жасырмаңыз. Мен мұңайып тұрмын, маған мұңды. Бүгін менің көңіл күйім жоқ. Бүгін осындай күйдемін. Сол нәрсені мойындау, қабылдау, ол өте жақсы нәрсе, қыздар. Сау қарым-қатынасқа түсу үшін екі жаста сау психикада болу керек дедім. Егер де сіз адамның шектен тыс невроз екенін байқасаңыз, немесе шектен тыс абьюзерлік қарым-қатынас байқасаңыз, онда тұрмысқа шықпаған болсаңыз, онда ары қарай кішкене қашуға тура келеді. Егер де тұрмыста болсаңыз, абьюзерлік қарым-қатынас сіз өзіңізден байқалса, немесе күйеуіңізден байқалса, немесе екеуіңізден де абьюзерлік қарым-қатынас, яғни контроль, улы қатынаста айттым ғой, үнемі контроль жасау, үнемі балағаттау, үнемі тыйым салу, оның дамуына, оның бір өзін реализовать етуіне қарсылық көрсету, қызғану, үздіксіз өкпелеу, ренжу абьюзерлік қарым-қатынастың бір белгісі. Сол екеуіңізде де ондай нәрсе болса, бір-бірлеріңіз домогать ететін болсаңыз, физикалық, психологиялық насилие болса, шекараларыңыз үнемі бұза беретін болсаңыз, онда бұл жерде сау қарым-қатынас болмайды. Оны егер де соны осы белгілерге қарап өзіңізді танысаңыз, үнемі қызғаныш, тәуелді қатынас, осының барлығы сізде әлі де болса, өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек. Ал күйеумен просто сөйлесеміз. Сау қарым-қатынасқа түсу үшін ең алдымен сіздерге конфликтті үйретті ме, сол конфликтке түсуіміз керек. Бұл өте қиын нәрсе, бірақтан соны жасау керек. Конфликтке түсу, оны түсіндірдім, ұрсу емес, айғайлау емес, просто отырасыз. Күйеуім, күйеуіңіз атын айтасыз ба, жаным дейсіз ба, білмеймін, кім дейсіз. Мысалға мен Нұржан, Абузар деймін. Қараңыз, осындай нәрсе болып жатыр. Біздің қарым-қатынас дұрыс емес екен, осындай екен, негіз дұрыс болса былай екен, бала былай өседі екен десек, үнемі жаймен айтамыз. Әңгімеге шақырамыз, сөйлесуге шақырамыз, коммуникацияға кішкене ақырын шақырамыз. Бір дерлік немесе тиран болып жүрген адам бірдесіне сізге келмейді, ол норма. Сіз өзгердіңіз, сіз есею процесін өттіңіз, бірақ сіздің жұбыңыз есеймесе, және оған сіз ашулансаңыз, демек сіз әлі де есеймегенсіз деген сөз. Есею процесіндегі адам норма етіп қабылдайды. Ол окей, менде окей. Оның көзқарасы дұрыс, менде көзқарасым дұрыс. Жарайды, сен солай ойлай бер, жарайды, сен өмірді солай қабылда, жарайды, сен қарым-қатынас солай қабылда. Бірақ менімен қарым-қатынасқа келген кезде мен мынаны қалаймын, сен қайсыны қалайсың деген сияқты бір-бірлеріңізбен коммуникация жасаңыздар. Ересек күй, мен бала күйі. Күйеуіңізде де 3 күй бар. Мен ата-ана, мен ересек, мен бала күйі. Екеуіңіз бір-біріңізбен қарым-қатынас кезде, мынау ата-ана болған кезде, күйеу ата-ана болған кезде, сіз бала болып еркелей аласыз. Жаным, мен еркелейді, жаным шоколад тұсы.
егер сіз үнемі бала күйінде болсын деп әкесінен аламаған қыздар, әсіресе әкесінен бала кезіндегі, жаңа айттым ғой, бала күйіміз біздің қарым қатынаста шығып отырады қайта-қайта. Нефтем керек емес жерде, ситуацияда, контексттерде шығып отырады да. Соны контроль жасау керек ересек ретінде. Так, бала күйге енуге болатын нәрселер кездерді еркелеу, сұрау, өтініш бар. Және күйеуіңіздің де бала күйіне енуге рұқсат бар. Себебі ол бала кездегі жаңағы өзінің ішкі бала күйін сізге көрсетуге рұқсат бар. Мысалға, сізге өтініш білдіруі, сізге сұрауы, иә, мысалға, ананы жасап берші, торт жегім келіп тұр, пирог жегім келіп тұр, жасап берші, шай ішейікші, или там екеуміз қыдырып келейік. В общем, сізбен ойнауы, иә, Пайғамбар саллаллаху алейхи мен Айша анамыз бір-бірімен жарысып ойнаған екен. Кейін үнемі Айша анамыз жеңіп кеткен екен, кейін Айша анамыз толысқан кезде үнемі Пайғамбар саллаллаху алейхи жеңген екен. Бұл не деген сөз? Бала күйін қосып отыр, өздері қарым қатынасқа бала күйін, яғни кішкене эмоция сыйлап отыр қарым қатынасқа. Сол нәрселерді ойнап бірге, велик теуіп, самокат теуіп, саябаққа барып, саяхатқа шығып, сондай бір эмоция бір-бірлеріңіздің арасында болу, бұл сіздердің бала күйімен, иә, бала күйінде қарым қатынастарыңыз. Кейде бұл бала күйінде болды деген сөз, сіз сау қарым қатынасқа түскен кезде оны контроль жасамайсыз, мамасындай ақыл айтпайсыз, мамасындай оны сүйремейсіз. Жақсы әйел күйеуін төрге сүйрейді, жаман әйел көрге сүйрейді деген нәрсені ұстанбайсыз. Мотивация беру, бұл просто өзіңнің махаббатыңды беру, өзіңнің эмоцияңды беру, оған рахмет айту, оны сыйлау, құрметтеу, оны сол кемшіліктер мен артықшылықтармен қабылдау, бұл осы мотивация беру, иә. Оны қолдау, оның бір жоспарын айтты ма, бірдеңесін айтты ма. Мысалға, ересек күйінде келді да күйеуіңіз, жаным, осындай проект бастадым, осылай жұмыс бастадым, қараш қандай, вау, қандай күшті, қолдап жатырмыз. Ата-ана күйімізде қолдап, жаңағы дұрыс ата-ана ретінде қолдап жатырмыз. Егер критик ата-ана болса, фу, сен қолынан келе ма, ол ақшаны бекерге құрт қоймайсың ба, иә? Бұл күй дұрыс емес та. Дұрыс ата-ана күйін қолдануымыз керек. Вау, қандай күшті, сені қолдаймын, өстем, бүйтем, жақсы бір сөздер ата-ана. Көрдіңіз бе, қарым қатынастағы жаңағы үш күйіміздің рөлі қандай зор үлесін қосады, мысалға, сіздің де сондай бір ситуацияларыңыз болады. Осылай мектепте оқушыларым тыңдаған жоқ, бүйткен жоқ, немесе сотрудниктер өйстті, бүйтті, мені мазақтады. Күйеуіңіз сізге жұбатып өтеді. Ой, солардың көңіліне ала бермесе, көңіліне алып жүрсің, қартайып кетесің, анау. Көрдіңіз бе? Тағы да бұл ата-ана күйіне енді. Сен бала күйінде келдің, немесе ересек күйінде келдің. Кезінде екі адамда ересек болу маңызды. Ересектерше сөйлесіп, ересектерше конфликтті шешу өте маңызды. Ересек күйімізді осы жерде қолдануымыз керек. Мысалы, конфликт неден шығады? Балаға кроссовканы кигізбейсің дедім дейді. Күйеуіңіз айтады. Жоқ, мен кроссовка кигіземін, себебі күн бұлтты болып тұр. Босоножка кигіз, дала ыстық болып тұр ғой деп ол ұрсуы мүмкін. Жоқ, бірдеңе соның үстіне шуш, сен мені тыңдамайсың, сен маған бағынбайсың деп күйеудің өзінің травмалары шығып кетуі мүмкін, әйелдің өзінің травмалары шығып кетуі мүмкін, иә. Сен деген менің айтқаным болса не болады екен, мен жауап берем балаға деген сияқты, баланың киіміне, бірдеңесіне деген сияқты екеуінде сондай конфликт, айғай-шу мүмкін. Оны айғай-шусыз, егер ересек адам болса, екеуі де бала болып ұрысты ғой жаңа. Ата-ана рөлінде болайын деп еді, боламай қалды, қайттан бала болып екеуі ұрысып кетті. Ересек ретінде болса, егер әйел ересек ретінде болса, осы ситуациядан мен сіздерге бірнеше ситуация үйреттім, иә, түсіндірдім. Бұл жерде де осындай қарым-қатынаста сол нәрсе айналып келіп тұрады. Жақсы жаным, мен қазір босоножка кигізейін, күн шығып тұр, не спорю, сен де оксың, мен де окпын, иә. Я окей, ты окей. Яғни қарым-қатынаста тағы да осы транзакт анализдің бір несі, сенікі де дұрыс, сенің пікірің де дұрыс, бірақ менікі де дұрыс. Себебі шынымен де күн бұлт болып тұр, шынымен де күн жылы болып тұр, сенікі де дұрыс. Давай мынаны пакетке салып алып кетейік кроссовканы. Машинамен жүреміз, или там сумкам бар, үлкен сумкам, иә, балаларға арналған. Деген сияқты шешім шығаруға тырысу керек та, ол жерде өзіңнің травмаңды, өзіңнің бала позицияңды шығара беруге қажет емес та. Әр нәрседе анализ жасап, мына жерде ересек күйім не істер еді? Мына жерде ата-ана күйім не істер еді? Мына жерде бала күйім не істер еді деген сияқты ойлануымыз керек. Және я окей, ты окей позициясын көп ұстанған жағдайда біз көбінде конфликтсіз мәселелерді шешіп тастаймыз. Жаңағыдай ұрысқа апармай шешіп тастаймыз, конфликт болады, иә, келісім шартқа отыру деген сияқты, сен дұрыс, сенікі дұрыс, менікі дұрыс, қалай бұл түсініспеушілікті жаңағыдай жібін ажырату, иә, түсініспеушілік болып қалған шимайланған жіпті ажыратамыз. Бірақтан осыған жеткізбеу үшін біз мида анализ жасауымыз керек. Так, күйеуімнің мына айтып тұрғаны қай жағынан дұрыс? Так, мына жағынан оның тарапынан дұрыс. Оның опытын есептейміз, оның көрген эмпатия білдіреміз, иә, мен сіздерге айтып өттім, иә. Сол нәрсенің бәрін этаппен орындаймыз. Осы біздің ересек күйіміз конфликт шешуде өте қатты қажет. Жаңағыдай күйеу ауырған кезде, күйеу мұңайған кезде эмпатия білдіруіміз, оны қолдауымыз, бұл ата-ана күйіміздің қосылуы. Көрдіңіз ба?
сіз бала күйде, ол ата-ана күйі, ол ата-ана күйде сіз сіз ата-ана күйде, ол бала күйінде енуі мүмкін, сіз ересек болғанда ол ересек, сіз ата-ана болғанда ол ересек, солай ауысып біздің үш күйіміз қарым-қатынаста бір-бірімізбен солай ауысып отырады. Бұл бала күйінде. Так, мен негізін түсіндіңіздер ғой, барлығын нормамен әр күйді өз орнында қолдану керек. Түсіндіре алдым ба? Сау қатынастың тағы да бір маңызды фишкасы бұл түсіністік. Бағанағы эмпатияден ты окей, я окей деймін ғой, түсіністік таныту. Әрбір ситуация түсіністік таныту, әрбір ситуацияда анализ жасау. Үнемі миыңызбен оған терапия жасап, өзіңізге терапия жасап жүре алмайсыз. Ол явный нәрсе, ол сен оған көз қуанышы бол, оның жүрегінің нұры бол деп айтамыз ғой, иә? Исламда сондай нәрсе бар. Бірақтан сіз үнемі сондай бір күшті болып жүре алмайсыз ғой, дұрыс па? Кейде мұңаясыз, соған өзіңізге рұқсат беріңіз. Және күйеуіңізден түсіністік танытуыңызды сұраңыз. Жаным, түсінші, мен осындай күйдемін. Бағана айтып өтме, өз эмоцияларын ашып айту. Көбісі ішімдегін тап дейді, тыныш жүреді, сосын бар, көрмейме екен, естіп жүргенімді, білмейме екен. Ол, мысалы, мен үндемей отырайыншы. Сіз менің миымдағын оқи аласыз ба? Елдер көбінде солай істейді екен. Жұмыстан келген кезде күйеуіне тамақ береді, былай жүреді, ішінен диалог кетеді, монолог кетеді. Бұл мені көріп тұр, күні бойы шаршағанымды, түнде ұйықтамағанымды, хотя бы өйстіп істесе болады ғой, өйстсе болады. Вот көрдіңіздер ме? Түсінуге тырысу. Күйеуіңізден түсіністік танытыңыз, және түсінуге тырысу үшін одан сұраңыз. Сенде бәрі дұрыс па? Сенде бәрі жақсы ма? Күнің қалай өтті? Сау қарым-қатынастың негізгі фишкасы осы екен, қыздар. Күнің қалай өтті? Сен қалай өзің сезініп тұрсың? Бәрі дұрыс па, иә? Мен былай болды, менде былай болды. Осылай жасағанды маған осы кезде, осындай ситуацияларда, осындай контексттегі жағдаяттарда маған осындай кейіп танытқанды қалаймын. Мен осыны қалаймын, маған осы ұнайды. Ал саған қайсы ұнайды, сен нені қалайсың? Көрдіңіз ба? Бәрін осылай сұрау керек. Сіздің ішіңіздегін табамайды ол. Сіз обида сақтап, ренжіп, ашуланып жүре бересіз. Сосын жүріп депрессия боласыз, выгорание боласыз, қарым-қатынас бұзылады, ашуланасыз, иә? Жертва состояниесіне кетіп қаласыз деген сияқты. Агрессор болып кетуіңіз мүмкін жертвадан ары қарай. Сондықтан күйеуіңізге жаймен айту керек. Көкбет қатындар қайдан шығады? Көкбет қатындар осындайдан шығады. Ішіндегін тап дейді да. Келім өткізген жақсы болып жүреді. Бәрін істейді, жертва болады. Сосын жүріп агрессия қайнады. Агрессиялық бұл жаңағы көкбеттік, иә? Білмейме екен. Жүрміз ғой осы, істеп жүрміз ғой, бит жүрміз ғой. Сізді бірден түсінбесе де, бірден ұғынбаса да, уақыт өте келе күйеуіңізбен ашық әңгімелесу арқылы мәселелерді шеше аласыз. Сондықтан ішке сақтамаңыз, үнемі айтыңыз. Сау қарым-қатынас бұл отбасының бір команда екенін ұғыну. Сендер бір командасыңдар. Күйеуі мен әйелі және оның сыртында тағы да балаларымен бірге бір командамыз. Бір жеріміз ауырса, бір жеріміз мазаласа, соны бірге талқылаймыз, бірге шешеміз. Осындай қағиданы ұстанған кезде сау қарым-қатынасқа қол жеткізесіздер. Бір-біріңізді түсіністік қабылдау, жаңағы үш күйді қарым-қатынаста қолдана білу, конфликттен ересектерше шыға білу деген соң, бір-бірлеріңізді сыйластық керек. Сау қатынасқа сыйластық өте қажет нәрсе. Сыйластық деген сіз біз отырыңыз, тұрыңыз емес. Сыйластық деген оның жеке шекарасын, эмоционалдық күйін, оның құндылықтарын, оның мақсатын, оның жоспарын, оның көзқарастарын сыйлау. Туфта ғой, осыны да ойнай ма, немесе осыны да ойлай ма, осылай да жасайды ма деген сияқты дүниелер ішіңізде болса, күйеуіңізге қараған кезде, онда міне бұл сыйластық емес. Іштей оны мойындамасаңыз, іштей оны қаламасаңыз, күлсеңіз, мысалға, онда бұл сыйластық емес. Көбінде абьюзерлік, тираниялық жаңағы қарым-қатынастарда, невротикалық қарым-қатынастарда, улы қарым-қатынастарда осындай әрекеттер ең бірінші сыйластық болмайды ол жерде. Бұл тақырып бұнымен жабылған жоқ. Мен иншалла тағы да осы тақырыптың жалғасын саламын. Ұзақ болмас үшін, сізді жалықтырмас үшін. Сондықтан да лайк басып, таратыңыз. Қажет деген адамдарға, отбасын сақтап қалғысы келіп жүрген әйелдерге, ер адамдарға таратыңыз.